фитохимияның шығу тарихы. Фитохимия Қарағанды фармацевтикалық зауыты Қазақстандағы өсімдік тектес дәрілік препараттар шығаратын ірі ғылыми өндірістік кәсіпорын. Зауыттың негізі, яғни Қарағандыдағы химия, фармацевтика ғылыми зерттеулерін бастаудан алады. Негізгі бағыты, яғни өсімдіктерден биологиялық белсенді заттар алу. Кең дамуы Қазақстан тәуелсіздігінен кейін басталды. Ғалымдардың басты мақсаты отандық қатерлі ісікке қарсы дәрілер жасау. Негізгі ерекшеліктері, яғни Қазақстан флорасын пайдаланады. Дәрілердің көбі өсімдік тектес, ғылыми зерттеулердің тікелей байланысы өндірісі. Арглобин өсімдік тектес қатерлі ісікке қарсы препарат. Ол Қазақстан ғалымдары жасаған ең танымал онкологиялық дәрілердің бірі. Шығу тегі, яғни алынатын өсімдік жусан өсімдігінен алынады. Осы өсімдіктен бөліп шығаратын белсенді зат арглобин. Әсер ету механизмі, яғни арглобин рак жасушаларына әсер ететін қатерлі ісік жасушаларының бөлінуін тежейді. Ферменттер белсенділігін төмендетеді.